Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Нұрлан болады. Осы Атырау облысының тұрғынымын. Бүгін осындай шара болып жатыр дегесін. Негізі ондай аурулар болмағанымен айналамызда ағайындар бар, тумалар бар, қандай көмектері бар екен деп қызығып келген түрім бар. Енді мына нелер шарада өте жақсы баға берем. Неге десеңіздер, біріншіден мына ауру болған жағдайда кімге хабарласу керек, кіммен көмек алуға болады деген ақпараттар берілді. Екіншіден тірілей осындай мәселелермен айналысып жатқан дәрігерлердің өздері келіп түсіндірді, қандай жаңа заманауи емнің түрлері бар, олар қалай қолданылады, қандай эффектілері бар, бұрынғы емдік шаралармен салыстырмалы түрде қанша адамға көмегі болады, және де қана аз инвазивтік түрде емді түрлері бар екені айтылды. Мен өте ризамын келгеніме. Неге десеңіз, осыны басқа айналамдағы азаматтарға айтып, жаңағыдай аурулары бар адамдарға осындай емнің түрлері бар екенін айтуға өзім жоспарлап отырмын. Қазіргі жағдайда ауырып жатқан адамдар көп, айналамызда соларға бір көмек болсын деген ниетім бар. Ұйымдастырушыларға жалпы осы дәрігерлерді алып келіп жатқан, шараны ұйымдастырып жатқан қандай деңгейде өтті? Негізі енді мен мына Планета КЗ-ны бірінші кездестіріп тұрған жоқпын. Осыған дейін 2-3 жыл бұрын солар арқылы мен емге барғам, Түркияға барып ем алып келгем. Сол жағынан мына Роза ханымды жақсы танимын. Жақсы болғанда жақсы араласта болдық. Сол себепті де осында келіп, енді жаңағы Роза ханымның өзінің басында айтқан жағдайларына байланысты ол кісілердің жасап жатқан шараларын өте тиімді деп табамын. Неге десеңіз, бұл кісілер басқа жерлерде дәрігерлерді әкеліп, біздер енді бір жаққа барып біреулермен танысу қиын. Бұл Кореядан, Қытайдан, Түркиядан басқа жерлерден дәрігерлерді әкеліп, осындай жаңа медициналық шаралардың бар екенін түсіндіруге үлкен жұмыс жасап жатыр. Соларға алғыс білдірем. Және де мына тұрғындарға осылар арқылы жағдайлары бар адамдарға ем алуға